Қарсақбаев атындағы номер 41-ші жалпы білім беретін мектептің кітапхана меңгерушісі Кабдулкаримова Алмагүл Дүйсенқызы. Мектеп кітапханасының жалпы кітап қоры 31100, көркем әдебиет 2762, оқулықтар мен әдістемелік және электронды оқулықтар қоры 28338. Кітапхана білім бұлағының қайнар көзі. Қоғамның өсіп өркендеуі кітаппен тығыз байланысты. Адамды адам еткен кітап, адамзат еткен кітапхана деп жазушы Әбіш Кекілбаев айтпақшы, осынау білімнің мөлдірде тұнық көзінен жан азығын алатын мектеп кітапханасы. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың ұлттық қоғамдық сенім отырысында берген тапсырмасына орай оқуға құштар мектеп жобасы қолға алынды. Осы оқуға құштар мектеп жобасы аясында біздің мектебімізде де көптеген жұмыстар жүргізілуде. Солардың бірі қазақ әдебиетінің үздік классиктерінің, ақын жазушыларының кітабын оқу. Осыны оқу арқылы жас жеткіншектерге баулу, насихаттау. Барлықтарыңызды кітап оқуға шақырамын. Оқуға құштар мектеп жобасы аясында мектебімізде электронды кітапхана жұмысы қолға алынды. Бұл жерде сіздер әлем және балалар әдебиеті, өлең сөздің патшасы көркем әдебиет, орыс және ағылшын тіліндегі кітаптар, қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық, қазақ әдебиетінің аудиохрестоматиясы атты бөлімдерден өздеріңізге қажетті кітапты смартфон телефондарыңыздағы QR-код арқылы жүктеп алуларыңызға болады. Ол үшін сіздер өздеріңізге қажетті кітапты тауып, сол жерден жүктеп аласыздар. Электронды кітапты жүктегеннен кейін телефоныңыздың жадына сақтау арқылы оны кез келген уақытта оқуға мүмкіндік аласыздар. Оқуға құштар мектеп жобасы аясында буккроссинг жұмысы қолға алынды. Буккроссинг дегеніміз оқыған кітабымызға екінші өмір сыйлау. Бұл жерде балаларды кітап оқуға насихаттау, бір-бірімен кітап алмасу арқылы жас жеткіншектер кітап оқуға деген